Күн балалар, сіздермен бірге Гүлзина Жақсылық. Балалар, бүгінгі жаратылыстану сабағымыздың тақырыбы уақытты анықтайтын құралдар деп аталады. Біз бұл сабақта уақытты анықтайтын құралдармен танысамыз. Ал сабағымыздың тірек сөздері уақытты анықтау және олардың құралдары деп аталады. Сонымен мына суреттерге қарап, қандай сағаттар, бұлар ненің белгілері, төмендегі құралдар не үшін керек деген сұраққа жауап беріп көріңіздер. Бұл заттарды адамдар қай кезде ойлап тапқан? Мына бірінші суретте тұрған ол күн сағат. Ежелгі адамдар сағат әлі пайда болмаған кезде күнге қарап, күннің көлеңкесіне қарап уақытты анықтайтын болған. Одан кейін құмды пайдаланып құм сағаттар пайда болды. Одан кейін механикалық, ал қазір электронды сағаттар бар. Бұл сағаттардың барлығы бізге уақытты анықтау үшін керек. Солай ма, балалар? Міне күн сағат деген күн сәулесі арқылы уақытты анықтауға қолданылатын аспап. Алғашқы күн сағат ежелгі Мысырда жасалған екен. Олар уақытты күннің қозғалысы бойынша анықтап отырған. Сол уақыттан бері сағаттың солдан оңға қарай айналу бағыты өзгерген емес. Сағаттың тілі солдан оңға қарай айналатынын сіздер жақсы білесіздер, солай ма? Енді бақылап көріңіздер. Стақанға тамшылап тұрған суды қараңыздар. Оның көмегімен уақытты анықтауға бола ма? Бір стақанның іші су тамшысымен қанша уақытта толады екен, оны қандай құралдармен өлшеуге болады? Сіздер айта аласыздар ма? Балалар, тамшының көмегімен уақытты анықтауға болады. Әрбір тамшы секундтың қозғалысын білдіріп тұр, Сонда тамшылап әр секунд сайын бір тамшы стақанға тамып отырса, шамамен бір стақан 1 сағат немесе 2 сағатта толуы мүмкін, солай ма? Бақылау жасап үйде көріңіздер, жақсы ма? Енді салыстырыңыздар. Құм сағат, механикалық сағат, электрон сағаттар барлығын бірдей уақытқа қойып, солардың қозғалысын бақылап көрейік. 1-2 минут бақылайық. Сонда әрқайсысы әртүрлі қозғала ма, әлде бірдей қозғалады ма? Қалай ойлайсыздар? Дұрыс айтасыздар, барлық сағаттың қозғалысы бірдей, өйткені барлығының міндеті уақытты анықтау. Енді бейне жазбаны кідіріске қойып, сергіту сәтін жасап алған соң, құрастыру жұмысын жасаймыз. Мен сілтеме қойып қойдым, мына сілтемеге өтіп, сіздер сағатты құрастырып көріңіздер, сағаттың моделін жасап көріңіздер, жақсы ма? Енді бозала таң деген сөз тіркесі бар қазақта. Бозала таң деген күннің енді шығып келе жатқан белгісі. Таң енді ағарып келе жатқан кезде бозала таң деп айтады. Ал күн батқан кезде кешқұрым деп айтады. Оны сіздер ата әжелеріңізден немесе әке аналарыңыздан естіп жүрсіздер, солай ма? Енді уақытты анықтайтын құралдарды дәптерімізден қараймыз. Мынау механикалық сағат, бағана сіздер көрдіңіздер. Ал мынау қандай сағат? Осы сағаттардың атауын дәптерлеріңізге жазыңыздар. Мынау қандай сағат? Мынау гүл сағат, көріп тұрсыздар ма? Гүлден жасалған сағат. Мынау электронды, мынау қолға тағатын сағат. Сіздер дәптерге сағаттардың атауын жаздыңыздар. Енді екінші тапсырмаға назар аударамыз. Мына балалар жарыста жүгіріп келе жатыр. Бұл балалардың қозғалысын қандай құралмен өлшейміз? Дұрыс айтасыздар, бұл секундомер. Балаларды секундомермен жарыстырады. Ал ұйқыдан тұрған кезде біз оятқыш сағатпен тұрамыз. Ал мерекелік күндерді күнтізбеден біліп отырамыз. Сәйкестендіріп болған болсаңыздар, бүгінгі сабақта біз уақытты анықтайтын құралдармен танысқанымызды
ұғып отырсыздар, солай ма? Енді сіздер дәптерге орындаған жұмыстарыңызды мұғалімдеріңізге немесе маған жолдасаңыздар болады. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.